Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге 4 қана заттан коктейль дайындаймыз. Өте тез, 3 минутта дайын болады. Жасап көріңіздер. Мен банан және кивиден жасайын деп жатырмын. Алдымен екеуін жақсылап ашып, одан кейін турап алдым. Коктейльді сонымен қатар құлпынайдан да жасауға болады. Түсі әдемі, дәмді болып шығады. Бананды турап алғаннан кейін үстіне балмұздақ салдым. Коктейльге ностальгия балмұздағы жақсы келеді. Үстіне дәме қарай қымшекер және сүт құйып, блендермен езіп алдым. Коктейль жасауда блендер міндетті түрде керек. Осымен бананнан коктейль дайын, көріп тұрғандарыңыздай өте оңай дайын болды. Кейіннен өзінің арнайы ыдысына құйып сындым. Енді кивиден коктейль жасайтын боламыз. Дәл жаңағыдай кивиімді жақсылап турап, ыдысыма салып алдым. Үстіне балмұздақ, құмшекер және сүт құйып, блендермен ездім. Осымен коктейльдеріміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады, әрі көп уақыттарыңызды алмайды. Видеом ұнаса мені қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Әлі де көптеген рецепттер шығады.